Грек жаңғағы ұзақ уақыттан бері, әсіресе жас ұлғайған адамдар үшін дұрыс тамақтанудың символы болып келеді. Оны жиі ми, жүрек және қан тамырларын қолдайтын әмбебап өнім ретінде қабылдайды. Алайда шындық қалыптасқан түсініктерден әлдеқайда күрделірек. Бір ғана өнім ағзаға әрі пайда әкелуі, әрі қосымша жүктеме түсіруі мүмкін. Бәрі оның мөлшеріне, тұтынылу уақытына және адамның жалпы жағдайына байланысты. 60 жастан кейін адам ағзасы жүйелі түрде өзгереді. Бұл тек зат алмасу жылдамдығына ғана емес, сонымен қатар ас қорыту, гормондық және қан айналым жүйелерінің жұмысына да қатысты. Ферменттердің белсенділігі төмендейді, майларды өңдеу баяулайды, үйреншікті өнімдерге реакция өзгереді. Бұрын жеңіл қабылданған тағамдар енді сіңу үшін көбірек энергияны қажет етеді. Грек жаңғағы өсімдік майларының, ақуыздардың, антиоксиданттардың, тобы-дәрумендерінің магнийдің, мырыштың және омега май қышқылдарының концентрленген көзі. Оның құрамы шынымен ерекше. Ол жүйке жүйесінің жұмысына әсер етеді, жасуша мембраналарының түзілуіне қатысады және зат алмасу үдерістерін қолдайды. Бірақ дәл осы жоғары концентрация оны саналы түрде тұтынуды талап ететін өнімге айналдырады. Жаңғақ құрамындағы майлар пайдалы саналады, бірақ бұл олардың әрдайым оңай сіңетін білдірмейді. Жасы ұлғайған сайын ағза липидтерді баяу өңдейді. Бауырдың жұмысы біршама бәсеңдейді, өт бөліну азаяды, ал ұйқы без ферменттерді аз мөлшерде бөле бастайды. Соның салдарынан тіпті пайдалы майлы тағам да көп мөлшерде болса, ағзаға жүктеме болып түсуі мүмкін. Ми тағам сапасына ерекше сезімтал. Ол май қышқылдарын, нейрондық байланыстарды құруға қажет құрылыс материалы ретінде пайдаланады. Пайдалы майлар жеткілікті мөлшерде түскенде, зейін жақсарады, көңіл күй тұрақтанады және когнитивтік функциялар сақталады. Бірақ артық мөлшерде кері әсер пайда болуы мүмкін. Ойлау жылдамдығын төмендеуі, шаршау сезімі және шашыраңқылық. Жас ұлғайған сайын миға стимул емес тұрақтылық қажет. Энергияның күрт ауытқуы, тағамның майлылығының артуы, немесе ас қорыту жүйесінің шамадан тыс жүктелуі когнитивтік айқындыққа әсер етеді. Сондықтан пайдалы өнімдердің өзі де артық мөлшерде ішкі тепе-теңдікті бұзуы мүмкін екенін түсіну маңызды. Қан тамыр жүйесі де майларға реакция береді. Орташа мөлшерде грек жаңғағы тамырлардың серпімділігін сақтауға және қабыну процестерін азайтуға көмектеседі. Бірақ артық май қышқылдары қанның қоюлануына ықпал етіп, жүрек қан тамыр жүйесіне қосымша жүктеме түсіруі мүмкін. Бұл әсіресе жасы ұлғайған адамдар үшін маңызды, себебі ағзаның табиғи процестері баяулайды. Тұтыну уақыты да үлкен рөл атқарады. Таңертеңгі және күннің бірінші жартысы ең қолайлы кезең болып саналады. Өйткені бұл уақытта зат алмасу белсендірек болады. Ас қорыту жүйесі майларды жақсырақ өңдейді, ал энергия тиімді пайдаланылады. Ал кешке керісінше зат алмасу баяулайды. Сондықтан майлы тағамдар ауырлау сіңеді және ұйқы сапасына әсер етуі мүмкін. Тағамдарды бірге тұтыну да маңызды. Жаңғақтарды ауыр тағамдармен, тәттілермен немесе көмірсулардың артық мөлшерімен бірге қолдану ас қорыту жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді. Бұл тағамның баяу өңделуіне және ішкі ауырлық сезіміне әкелуі мүмкін. Жасы ұлғайған кезде мұндай үйлесімдер ағзаға ерекше сезіледі. Ұйқы без майлар мен көмірсуларды өңдеуде маңызды рөл атқарады. Жас ұлғайған сайын оның функционалдық белсенділігі төмендейді. Сондықтан тіпті пайдалы тағамдардың өзі де сақтықпен тұтынылуы тиіс. Концентрацияланған тағамның артық мөлшері ферменттік жүйені шамадан тыс жүктеуі мүмкін. Соған қарамастан грек жаңғағын толық алып тастаудың қажеті жоқ. Оның құрамы өте құнды. Ол жүйке жүйесін қолдайды, жасушаларды антиоксиданттық қорғайды және зат алмасуды тұрақтандыруға көмектеседі. Мәселе оны шектеуде емес, дұрыс мөлшерде қолдануда. Ересек жастағы адам үшін оңтайлы мөлшер, күніне бірнеше жаңғақ дәні. Бұл ағзаға пайдалы май қышқылдарын, микроэлементтер мен дәрумендерді алуға жеткілікті. Әр ас қорыту жүйесін шамадан тыс жүктемейді. Тұрақты және аз мөлшердегі тұтыну кездейсоқ көп мөлшерге қарағанда әлдеқайда тиімді. Өнімнің сапасы да маңызды. Ұзақ сақталған немесе дұрыс сақталмаған жаңғақтар тотығып кетуі мүмкін. Майлары бұзылып, дәмі ащы тартады, ал пайдалы қасиеттері төмендейді. Кей жағдайда мұндай өнім ас қорыту мен зат алмасуға кері әсер етуі мүмкін. Жаңғақтар эмоционалдық күйге де әсер етеді.
Олар көңіл күйді реттеуге қатысатын заттардың түзілуіне ықпал етеді. Орташа мөлшерде қолданғанда ішкі тыныштық пен тұрақтылық байқалуы мүмкін. Бірақ артық мөлшерде, әсіресе шаршау немесе стресс кезінде, ішкі кернеу күшеюі ықтимал. Сондай-ақ олар буындар мен қабыну процестеріне де әсер етеді. Пайдалы май қышқылдары қабынуды азайтып, тіндердің серпімділігін қолдайды. Бірақ артық мөлшер немесе зат алмасудың бұзылуы кері әсер беруі мүмкін. Сұйықтықтың жиналуы және қозғалыс кезінде ауырлық сезімі. Иммундық жүйеде жасы ұлғайған сайын ішкі тепе теңдікке сезімтал болады. Тіпті пайдалы өнімдердің өзі артық мөлшерде жүктеме ретінде қабылдануы мүмкін. Сондықтан жалпы тамақтану рационын, белсенділік деңгейін және ағзаның жағдайын ескеру қажет. Қызығы, грек жаңғағына реакция әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Зат алмасуы тұрақты болса, ол жеңіл сіңеді және пайдалы әсер береді. Ал жүйе шамадан тыс жүктелген жағдайда аз мөлшердің өзі де жайсыздық тудыруы мүмкін. Сондықтан жас ұлғайған кезде тамақтану жүйелік тәсілді қажет етеді. Тек пайдалы өнімдерді таңдау жеткіліксіз. Сонымен қатар олардың өзара әсерін де ескеру керек. Кез келген өнім артық мөлшерде зиянсыз болмай қалады. Грек жаңғағын концентратталған тағам ретінде қарастырған дұрыс. Ол жиі және көп мөлшерде тұтынуға арналмаған. Оның пайдасы тек мөлшер сақталған кезде ашылады. Ас қорыту жүйесі 60 жастан кейін үнемді режимде жұмыс істейді. Бұл оған артық жүктеме емес, тұрақтылық қажет екенін білдіреді. Тіпті пайдалы болса да, артық стимул ішкі тепе теңдікті бұзуы мүмкін. Сондықтан басты қағида тамақтануды күшейту емес, оны үйлестіру. Ағзаға энергияның көптігі емес, оның бір қалыпты таралуы маңызды. Бұл тұрғыда жаңғақ рационның бөлігі бола алады, бірақ негізгі өнім болмауы тиіс. Егер тамақтануды жүйе ретінде қарастырсақ, басты рөлді жеке өнім емес, жалпы құрылым атқаратыны анық болады. Мұнда ырғақ, тұрақтылық, тепе-теңдік және жас ерекшелігіне сәйкестік маңызды. Грек жаңғағы когнитивтік функцияларды, қан тамыр жүйесін және зат алмасуды қолдай алады, егер дұрыс қолданылса. Бірақ тепе-теңдік бұзылған жағдайда ол жүктемеге айналуы мүмкін. Бұл оны зиянды етпейді, тек саналы тұтынудың қажеттілігін көрсетеді. Жасы ұлғайған сайын ағзаның өз реакциясын тыңдау маңызды. Тамақтан кейінгі сезім, өнімнің сәйкес не сәйкес еместігінің негізгі көрсеткіші. Жеңілдік пен айқындық дұрыс таңдау белгісі, ал ауырлық, шаршау немесе жайсыздық артық жүктеменің сигналы. Осылайша грек жаңғағы не әмбебап ем, не қауіпті өнім емес. Бұл мөлшер мен уақытты сақтауды талап ететін табиғи концентратталған энергия көзі. Оның пайдасы тек тепе-теңдік сақталған кезде ғана толық ашылады. Жасы ұлғайған кездегі тамақтанудың негізгі мәні де осында. Ағзаны шамадан тыс жүктемеу, оның табиғи ырғақтарын қолдау. Егер сіз осындай тақырыптарды тереңірек түсінгіңіз келсе, тамақтанудың миға, жүрекке және жалпы денсаулыққа әсерін білгіңіз келсе, арнаға жазылыңыз. Мұнда біз күрделі процестерді қарапайым тілмен түсіндіруді жалғастырамыз. Осылайша, әрбір тамақтану шешімі саналы әрі пайдалы бола түседі.